Армысыз, эфирде өз бизнесім бағдарламасы және оның жүргізушісімен Мадина Сауранова. Кондитерлік бизнес дегеніміз не? Қазіргі таңда бұл кәсіп арқылы болашағыңды жарқын етуге болады. Ең бастысы сапалы өнім шығарып, тәтті бауырсақтар мен тұтынушылардың қатарын көбейтіп алуыңыз әбден мүмкін. Очень у нас популярны детские торты. Каждый ребенок хочет на свой день рождения что-то такое особенное со своими любимыми персонажами. Бүгінде балаларға арналған торттар үлкен сұраныста. Өйткені әрбір бала өз мерекесіне ерекше торт алғысы келеді. Кейбір балалар тіпті торттың дәмін де таңдайды. Көбіне ата-аналары перзенттерін өздері ертіп келеді. Торт бауырсақтарды бірлесе таңдап жатады. Сондай-ақ біздің дүкенде кенди бар деген тәттіге толы үстеліміз де бар. Оны тапсырыс бойынша арнайы дайындаймыз. Өзгелерден ерекше болу – бұл Алияның басты қағидасы. Ваниль кондитерлік цехының басшысы ерекше бауырсақтардың арқасында кәсібім жанданып жатыр дейді. Нужно найти свою фишку просто. Нужно предложить клиенту то, что нет у других. Ерекше бола білу керек. Әр кондитерлік цех өзгелерден ерекшелену керек. Мәселен, біз тойлармен, туылған күндерге арнайы креативті торт, бауырсақтар жасаймыз. Әрбір өнім екінші рет қайталанбайды. Сол себепті де біз күніне 10-20 тортқа тапсырыс алмаймыз. Сапасына үлкен көңіл бөлеміз. Ең бастысы ғимарат табу, және де өзіңізге ыңғайлы етіп, жөндеу жұмыстарында жасап алу қажет. Цехты іске қосу үшін 200 шаршы метр кеңселік бөлме алыңыз. Жолыңыз болып жатса, бұрынғы фабрика немесе зауыттардың да ғимаратын тауып қаларсыз. Өйткені кондитерлік цехты ашу үшін мұздатқыштар мен арнайы құрылғылар қажет болады. Во-первых, мы нашли это здание. Ғимаратты толығымен жөндеуден өткізбедік. Тек осы сату бөлмесін ғана жаңарттық. Цехтың ішіне қажетті пеш құрылғыларды сатып алдық. Қаражатты банктен несие алдық. Вот именно торговый зал. Цех у нас был как бы готов. Почти мы его освежили. Все было готово. Почти закупили оборудование. Деньги на приобретение здания и оборудования мы взяли кредит. Бұрын-соңды бұл кәсіппен жақын таныс аймақтық өндірушілермен бәсекелесу оңай болмасы анық. Дегенмен, өзіңізге ғана тән тәтті бауырсақтар мен торттар сапасымен бұл бизнесте өз орныңызды табуыңыз әбден мүмкін. Мәселен, Ваниль кондитерлік цехы осыдан 1-2 жыл алдын ғана ашылған. Бастапқыда шағын торттарды өндірсе, бүгін олардың ассортименті әлдеқайда артқан. В Шымкент мы переехали 2 года назад и решили здесь открыть кондитерскую. Біз өзгелерден немен ерекшеленеміз? Біз шағын ғана кондитерлік цехпіз. Отбасылық отырыстар үшін жұмыс жасаймыз. Әрбір келген қонаққа эксклюзивті торт, бауырсақтарды ұсынамыз. У нас все домашнего приготовления. У нас нет каталогов других кондитерских. Мы делаем каждый заказ для каждого клиента индивидуально. Дүкеніңізді тәттімен толтырамын деп 30 түрлі бірдей бауырсақ жасаудың қажеті жоқ. Оның орнына 10 шақты сұранысқа ие өнім сізге пайда алып келеді. Ең бастысы, сатылмай қалған өнім де көп болмайды. Сондай-ақ, бауырсақ торттың сапасына да үлкен көңіл бөліңіз. Дәмсіз тағам сіздің кәсібіңіздің болашағына балта шапқанмен тең. Жұмысшылардың қатары да өнім шығарудың санына байланысты болады. Үлкен кәсіпте біріншіден технолог қажет. Содан кейін сатушы, логист, тағысы тағы бар. Сонымен өндірістің басшысы, технолог, аға кондитер, кондитер әспеттеуші, 2-3 дәрежелі кондитерлер. Логистика бөлімі, бөлім басшысы, менеджер, жүргізуші, жұмысшылар, сату жөніндегі менеджер, тапсырыс қабылдау бойынша менеджер. Бастапқыда өніміңізді шағын дүкендерге сатудан бастағаныңыз жөн. Уақыт өте ғана супермаркеттерге ұсынуға болады. Өйткені ірі сауда нүктелерімен жұмыс жасау қиындау. Біріншіден, олар 30 күнге дейін өнімді қарызға алады. Кейіннен өтпей қалған өнімді қайтарып тастайды. Оның үстіне маркетингтік бонустар деген ұғым қалыптаспаған. Расширяться, как бы, у меня в планах нет. Үлкен цех ашуға жоспарым жоқ. Шағын ғана жерде өз кәсібімді дөңгелетсем деймін. Потому что чем больше бизнес, тем труднее удержать его на плаву. Это моя концепция. Тәжірибе көрсеткенде, сатылымды дұрыс жолға қойып, кем дегенде өнімнің 75%-ын сатып тұрсаңыз, бастапқыда жұмсалған қаражатты 2 жылда қайтарып шығарып алуға болады.
конечно, окупается, потому что Өзін өз ақтайды, пайдасы да жетерлік. Тек уақыт қажет. Менің ойымша, әлі 3-5 жыл еңбектену керек. он полностью оправдал себя. Для этого нужно, я думаю, минимум 3-5 лет. Ал егерде қаржыға қатысты қиындықтар болса, банк өкілдерінен көмек сұрауға болады. Для предпринимателей мы можем предложить очень удобный инструмент, это универсальную кредитную линию, которая будет... Кәсіпкерлер үшін арнайы әмбебап несиеміз бар. Біріншіден қаржылай көмекті 5 және 7 жылға дейін уақытта ұсынамыз. Сондай-ақ кәсібінің желісін кеңейту үшін де несие қарастырылған. Ол 2-3 жылға беріледі. Ал тендерге қатысам деген кәсіпкерлерге кепілдік бола аламыз. Ауқымды қаражатты қажет еткеніне қарамастан, кондитерлік цех тәтті өмір сүруге жол ашады. Бүгінгі хабарымыз кәсібіңіздің дұрыс жолға қоюға өз септігін тигізер деген үміттеміз. Аман болыңыздар.